құрметті көрермендер, біз Шахтинск қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің 9-шы В сынып оқушыларымыз. Мамандықты дұрыс таңдау табысты өмірдің кілті атты форумына қатысушымыз. Мамандықты таңдау өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, бейімділігіне, қабілетіне сүйену керек. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Да, я считаю, что правильный выбор профессии позволяет раскрыть свой творческий потенциал и избежать разочарований и нищеты в будущем. Well, every man is an architect of his own fortune. Choose a job you like and you will never have to work in your life. Қазір біздің мектеп директорынан сұрақ жауап алатын боламыз. Арат Мұтпаевич, сіздің ойыңызша қазіргі таңда ең жоғары сұранысқа ие болып тұрған мамандықтардың қайсысы? Менің ойымша қазіргі уақытта ең сұранысқа керек мамандықтардың бірі ол IT мамандықтар деп ойлаймын. Себебі біздің қазір 21-ші ғасыр ол ақпараттандыру ғасыры болып табылады. Яғни кез келген ақпарат тез әрі жылдам жеткізіледі. Сондықтан да ондай мамандық иелері өте сұранысқа ие. Мысалы, программисттар, бағдарлама құрушы, немесе информатика пәнінің мұғалімдері, тағы басқа осы компьютермен байланысты мамандықтар ауыл шаруашылығында, немесе білім саласында, денсаулық саласында, қазір немесе ғылым саласында өте көп жұмыс атқаруда, және де осы мамандықтың рөлі өте жоғары болып тұр. Сондықтан да IT мамандық деп ойлаймын. Сіздің жауабыңыз үшін рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жатқан мамандығыңыз бойынша қандай жетістіктерге жеттіңіз? Мен енді осы мамандық бойынша жұмыс істеп жатқаныма 11 жыл болды. Осы 11 жылдың ішінде ең бірінші жетістігім ол 2014 жылы Шахтинск қаласы әкімінің жастар сыйлығында үздік жас маман иегері атандым. Қазіргі таңда көптеген оқушылар өзімен бірге жұмыс істеп жатыр. Ол да болса менің бір жетістігім деп санаймын. Енді көптеген оқушыларымыз бар, Қазақстанның чемпионы болып жатыр. Облыс сайыстарда жүлделі орындардан көрініп жатыр. Осының бәрін айта берсек, жетістік бар айтуға болады. Әр мамандықтың қыры мен сырын кеңірек түсіну үшін мектебімізде көптеген іс-шаралар атқарылады. Нақтырақ айта кетсек, өнегелі өмір, оң сұрақ жобалары. Бұл жобаларда әртүрлі мамандық иелерімен кездесіп, сұхбат жүргіземіз. Сұхбат барысында әртүрлі мамандықтардың қыр-сырымен танысып, балаларға қосымша ақпарат береміз. Ең бастысы мамандықты таңдау үшін адам ең алдымен өзін, өз бейімділігін таңдау қажет. Здравствуйте, что вы любите в своей работе? Здравствуйте, я люблю в своей работе прежде всего обслуживать, кормить детей в школе. Они все в основном кушают горячее питание, супы, каши, второе, салаты. Я люблю их обслуживать, очень хорошо кушаю. Спасибо за ответ. Dear Generation Z, was it difficult for you to learn English and teach people in English? Now I teach my subject in English. I took English courses for 4 months. It was difficult for me, but I tried to improve my level and worked hardly. Кітап асыл қазына, кітап мұра демекші, барлығымыз кітап оқығанды ұнатамыз. Ал енді сізге сұрақ, сізге өзіңіздің жұмысыңыз ұнайды ма, және қазіргі жастарға кітапханашы мамандығын ұсынар ма едіңіз? Я өз мамандығым ұнайды. Қазіргі жастарға кітапханашы мамандығын ұсынамын, өйткені жастарға көп кітап оқу керек. Жауабыңызға рахмет. Ольга Тураровна, что самое трудное в вашей профессии? Самое трудное в профессии учителя, каждого, наверное, это привить интерес ученика к его предмету, к своему предмету, чтобы ученик с удовольствием приходил на урок. Спасибо за это. Қарымыз болмас езгер менің жан құрбым Сабина, яғни өзімен бірге экзаменға алып барып, үй саласына. Hi, who you want to be when you grow up? I want to be a fireman. Right? Because it's very interesting. Okay, thank you for your answer. Өскен кезде кім болғың келеді? Мен өскенде дизайнер болдым. Неге? Себебі киімдердің дизайнын шығарып Жауабына рахмет. Профессия – это осознанное, избранное русло, в которое ты будешь вкладывать много сил и времени. Бейнеролигімізді қорыта келе, мамандықты дұрыс таңдау табысты өмірдің кілті демекші, мамандықты дұрыс таңдаған адам ғана өмір жолында кездескен әрқилы асулардан өтіп жетістіктерге жете алады. Мамандықты таңдауда қателеспеңіздер. Қош, сау болыңыздар. До новых встреч!